Сәлем достар. Біз қазір балам және мамам үшеуміз Сарыағашта шипажайда демалып жатырмыз. Желтоқсан айы, бірақ көріп тұрғандарыңыздай айналаның барлығы осындай керемет, жап-жасыл. Қазір ауа райы плюс 6 градусты көрсетіп тұр. Айнала жап-жасыл, керемет, күн жып-жылы. Бүгін сіздерге осы Сарыағаштағы шипажай туралы айтатын боламын. Мына жақтың плюс 6-сы кәдімгідей күнге күйдіретіндей жылылық екен. Осындай керемет көңіл күймен бүгін сіздерге шипажай туралы толық ақпарат беремін. Соның ішінде инвалидності бар балаларға қалай шипажай алуға болады, сол туралы да айтамын. Біз келген шипажай көпшілікке белгілі профсоюз шипажайының ішінде орналасқан. Профсоюздың 13-ші корпусы осы Шипасу шипажайы. Қазір осы шипажайдың ішіне ем шараларына және біз тұратын номерге шолу жасап толық көрсететін боламын. Шипажайдың дәл алдында балаларға арналған горкімен жаттығу жасайтын шағын алаң бар. Шипажай 4 қабатты, сыйымдылығы 200 адамға арналған. Бірақ қазір желтоқсан айы болғандықтан шығар, шамамен 50 адамдай ем алып жатыр. Енді шипажайдың ішіне шолу жасайық. Кіріп келген кезде осындай ресепшн тұр. Жаңа жылдық атмосфера шипажайдың ішінде уже шырша құрып қойыпты. Шипасудың басқа шипажайлардан ерекшелігі, бұл жерден 1400 метр тереңдіктен Сарыағаштың минералды суы келіп тұр. Яғни кранды ашып, әртүрлі температурадағы бірден минералды су ішесіз. Қазір мен су алуға келдім. Күнделікті ішетін суымызды осы жерден келіп алып кетеміз. Менің білуімше, Сарыағашта жердің астынан келіп тұратын минералды су тек 5-6 шипажайға ғана тікелей қолжетімді. Ал қалған шипажайлар осы минералды суды өз шипажайларына тасып алып келеді екен. Енді біздің номерға көтерілейік. Шипажайда лифт бар. Біздің номеріміз 2-ші қабатта орналасқан. Кеттік, номердің ішін бірге көрейік. Шипасуда стандарт, люкс, полулюкс, вип сияқты әртүрлі номерлер бар. Біздің номеріміз полулюкс. Кіріп келгенде үлкен купе шкаф бар. Қасында дәретхана және душ бөлмесі. Жалпы шипажайдың ремонты қарапайым ғана. Номерлардың іші де, емделетін жерлерде ремонты простой. Номерде 2 адамға арналған керует, теледидар және чайник пен ыдыстар бар. Сонымен қоса стандартный халат және орамалдар берілді. Номерде балкон бар, бірақ біз балконды пайдаланған жоқпыз. Себебі вид не очень балконнан. Біздікі 2-ші қабат, биік емес, және де күн салқын болды. Сол себепті балкон үнемі бізде жабық тұрды. Номер жалпы көңілімнен шықты. Тек ең ұнамағаны ол керует болды. Бұл 2 кісілік керует, бірақ көріп тұрғандарыңыздай 2 матрасы бар. Яғни матрастары бөлек. Балам ортада жатып ұйықтаған кезде матрастардың арасы ашылып, ыңғайсыздық тудырды. Түнде ұйқымыздан тұрып, матрастардың арасын жылжытып қосуға тура келді. Номерде болғанда негізгі уақытымыз осы керуетте өтетін болғандықтан, оның ыңғайсыз болуы әрине маған ұнамады. Номерге басқа шағымым жоқ, полулюкс сапасына сай деп ойлаймын. Біз тұрған полулюкс номер күніне 21 000 теңге. Яғни бұл адам басына қойылған баға. Бұл номерде 2 ересек адам тұрып жатырмыз, яғни мен, мамам және кішкентай балам. 2 ересек адамға 42 000 теңгеден деп есептеп жатыр. 21 000 теңгенің ішіне не кіреді? 4 мезгіл тамақ және қабылдайтын стандартты ем шаралар. Яғни қандай номер алсаңыз да, оның ішіне стандартты процедуралар мен 4 мезгіл тамағы кіреді. Номер туралы сіздерге барлық ақпаратты айттым. Қазір 2-ші қабатта асхана бар, соны көрейік. Ал 1-ші қабатта емдеу бөлімі, оған да түсеміз. 3-ші, 4-ші қабаттарда номерлар, сондықтан ол қабаттарға тоқталмаймын. Бұл шипажайдың асханасы. Бір мезгілде 100 адам тамақтана алады.
Шипажайдың негізгі сыйымдылығы 200 адам. Егерде шипажай толық болса, демалушылар 2 ауысыммен тамақтанады екен. Асхананың іші кең, жарық әрі таза. Тамақтың иісі сіңіп қалмасы үшін үнемі желдендіріп тұратынын да байқадым. Шипажайда 4 мезгіл тамақ қарастырылған: таңғы ас, түскі ас, полдник және кешкі ас. Ұйқының алдында айран ішуге де болады. Дәл қазір видеодан сіздер таңғы асты көріп жатсыздар. Таңғы асқа омлет, тушеная капуста с котлетой және әрине каша. Байқағандарыңыздай өте тойымды таңғы ас. Ал бұл түскі астың үлгісі. Біз 2 ересек адам болғандықтан тағамдарды 2 түрінен аламыз. Яғни 2 түрлі салат, 2 түрлі сорпа, 2 түрлі екінші тағам. Жігерге бөлек тамақ алмаймыз. Жігер осы біздің тамағымыздан жейді. Мынау полдник, шай, бисквит және алмұрт. Мынау уже кешкі ас. Кешкі асқа сорпа, жаркое, салат және шай. Жалпы маған шипасудың тамақтары өте ұнады. Барлығы дәмді, тойымды және мол. 4 мезгіл тамақтану номердің суммасына кіретінін еске саламын. Мен қазір ем шаралар алуға бара жатырмын. Қолымда осындай карточка бар. Осының ішінде қандай ем шаралар аламын, соның тізімі жазылған. Осы карточка бойынша маған барлық процедураларды жасайды. Сіз номерға төлеген ақшаға 4 мезгіл тамақпен бірге стандартты ем шаралар кіреді. Оны дәрігер әр пациентке жеке тағайындайды. Ем шара алуға осындай бірден халат киіп барған ыңғайлы болады, себебі минералды ванналар қабылдау бар. Ем шараны мен физ кабинеттен бастаймын, себебі бұл кабинетте бірден бірнеше процедура жасауға болады. Бұл ультракүлгін сәулелену физиотерапевтік емдеу әдісі. Ультракүлгін сәулеленуді ринит, танзилит, жедел созылмалы түрдегі қабыну көрсетілген жағдайда жасауға болады. Бұл әдістің бактерия және вирусқа қарсы әсері бар. Сондықтан ОРВИ, тұмау сияқты аурулардың профилактикасы ретінде ұсынылады. Ультракүлгін сәулеленуді мұрынға, құлаққа және ауызға жасауға болады. Терапия ұзақтығы 5-10 күнге дейін. Келесі процедура ингаляция. Ингаляция емдік мақсатта түймедағымен жасалады екен. Ұзақтығы 5 минут. Ингаляция ринит, синусит, бронхит және өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдаланылады. Бірақ бұл жерде барлық ем алушыға профилактика ретінде ингаляция тағайындалады. Сондықтан менде қазір жөтеліп жүрмесем де профилактика ретінде ингаляция алдым. Келесі процедура дарсонализация. Тоқ арқылы шашқа және бастың терісіне әсер етеді екен. Бұл физиотерапиялық әдіс аллопецияға, қайызғаққа және шаштың түсуін тежеуге әсер етеді дейді. Бірақ шынымды айтсам, бұл процедура маған мүлдем ұнамады. Басымды ауыртатындай көрінді. Осы видеода тек бір рет қана жасаған болармын. Содан кейін мен бұл процедураны мүлдем жасамадым. Бұл биоптрон жарықпен емдеу терапиясы. Биоптронды түрлі тері ауруларына, респираторлық, тыныс алу және аллергия кезінде қолданады екен. Бірақ шипажайда барлық ем алушы биоптронды профилактика ретінде қолдана береді. Мен де бірнеше процедура алып көрдім. Мынау инфракрасная лампа, бұл биоптронмен кезектесіп жүреді. Яғни бір күн биоптрон алсаңыз, келесі күні осы инфракрасная лампаны аласыз. Бұл әдістің буындарға және теріге жақсы әсері бар. Сонымен қатар ауырсыну сезімдерін басуға көмектеседі екен. Келесі екінші физиотерапия кабинеті. Бұл жерде электрофорез бар. Менің мойныма электрофорез қойылды. Мұны дәрігер әркімнің шағымына байланысты тағайындайды. Электрофорездің жанында магнит бар. Магнит қан айналымды жақсарту үшін, буын аурулары және денедегі ісіктерді басу үшін пайдаланады екен. Бұл да барлық ем алушыға тағайындалады. Келесі парафин кабинеті. Дәрігер әр пациенттің шағымына байланысты дененің түрлі бөлігіне парафин тағайындайды. Мен өзім суықты шығару үшін аяққа алуды жөн көрдім.
Сонымен қатар күнделікті циркулярный душпенен минералды ваннаны кезектестіріп алуға болады. 2 рет маған подводный душ массаж да тағайындалды. Және маған 5 күнге мойынға арналған массаж да жазды. Шипасудың сайтында мына жерде көрсетілген процедуралардың барлығын тегін ала аласыз деп жазылған. Яғни барлық шипажайлар солай жазады. 26 процедура сіз төлеген номердің ақшасына кіреді деп жазады. Бірақ 26 процедураның барлығы бір күнде жасалмайды адамға. Бір күнде сіз 10 шақты тегін процедура аласыз. Жаңа мен видеода барлық алған тегін процедураларымды көрсетіп шықтым ғой. Яғни ол бір түрлі минералды ванна, ол душ болуы мүмкін, ванна болуы мүмкін, магнит, электрофорез, теплон, инфракрасная лампа, тубус кварц, дарсенваль, ингаляция және парафин. Сонымен қатар менде массаж болды. Кейбір шипажайларда массаж болмайды. Одан бөлек енді лечебный фитошайлар бар, кислородный коктейль бар. Бұл да емдік шараға кіреді, бірақ мен оларды алған жоқпын. Енді сіздерге өзім алған ақылы процедураларды көрсеткім келеді. Мамам да менде мына жердегі тегін процедуралардан бөлек ақылы процедура алдық. Мамамның процедуралары шамамен 100 мыңға шықты, менікі 35 мыңның шамасына шықты. Яғни ол енді өзіңіздің таңдауыңызға байланысты, қалауыңызға байланысты кез келген ақылы процедураны қоса аласыз. Шипажайға келер алдында санаторно-курортная карта дайындайсыз. Ол жерде 2 анализ, общий анализ крови, общий анализ мочи болады. Соны сіз өзіңіздің қалаңыздан алдын ала тапсырып келгеніңіз жөн. Себебі бұл жерде бұл да енді ақылы болады және оның результатын күтіп қаласыз. Одан бөлек УЗИ органов брюшной полости керек. Оны да өзіңіздің қалаңыздан түсіп келуге болады, немесе осы жерден түсуге болады. Біздер осы жерден түстік. Анализ және УЗИдің қорытындысына қарап, дәрігер сізге ем шараларды тағайындайды. Ақылысын да, тегінін де осы анализ бен УЗИ қорытындысына қарап тағайындайды. Себебі сіздің мысалға анализіңізда, УЗИңізда противопоказание болуы мүмкін. Сол себепті осыны ескерерсіз. Мен алған ақылы ем шаралардың бірі құрғақ көмірқышқыл ваннасы. Алдымен осындай қапқа жатасыз, кейін арнайы баллон арқылы қаптың ішін көмірқышқыл газымен толтырады. Бұл процедура адам ағзасындағы тамырлар мен капиллярларды кеңейтуге және қандағы оттегі мөлшерін арттыруға көмектеседі дейді. Қазір мен антипаразитарный коктейль ішейін деп жатырмын. Негізі бұны таңертең аш қарынға ішу керек екен, бірақ мен ұмытып кеттім, сондықтан 12 жарымда ішіп жатырмын. Дәмі енді онша емес, бірақ денсаулыққа пайдалы. Бұл коктейльдің пайдасы іштегі шлактарды және құрттарды түсіреді екен. Жалпы өзі 3 күнге беріледі. Коктейльді мен жаңа 12 жарымда іштім, енді сағат 2-де белге пойыз тағылады екен арнайы. Содан кейін сағат 3-те клизма жасалады. Мамам екеуміз алған тағы бір ақылы процедуралардың бірі ионная детоксикация, іштегі шлактарды, токсиндерді шығаруға көмектеседі екен. Міне біз шипажайда осындай түрлі ем шаралар алдық. Өздеріңіз көргендей, санаторно-курортный лечениенің ішіне кіретін тегін лечениесі да бар, одан бөлек ақылысы да бар. Мысалы, мамам амок, система, тюбаж, общий массаж сияқты түрлі процедураларды өзінің денсаулығы үшін ақылы алды. Ем шаралар жалпы күніне шамамен 2 сағат уақытыңызды ғана алады. Қалған уақытта сіз боссыз, далаға шығып серуендеуге болады. Немесе осы шипасудың қасында бассейн бар, сол жерге баруға болады. Біз бассейнге мүлдем бармадық, себебі ауа райы қолайсыз, салқын, бассейннің суы да балаға салқын деді, сондықтан ол жерге бармадық. Ал далаға шығып, үнемі серуендеп, қыдырып, керемет уақыт өткіздік. Енді сіздер күтіп отырған басты сұраққа жауап берейін. Мүгедектігі бар балаларға қалай шипажай алуға болады? Шипажайға жолдама алу үшін ең бірінші педиатрыңызға барасыз. Педиатрыңыз диагнозыңыз бойынша сізді узкий специалистерге жұмсайды. Яғни ол біреуде невролог, ортопед болуы мүмкін, енді біреулерде диагнозына байланысты эндокринолог, гастроэнтеролог сияқты мамандар болуы мүмкін. Узкий специалист балаңызды консультациядан өткізіп, балаңызға диагнозы бойынша шипажай қажет деген тұжырымдама жазады. Сол қағазды педиатрыңызға жібереді.
Ал педиатрыңыз тұжырымдаманы МСК-ке жібереді. Ар жағындағы шешімді комиссия шығарады. Комиссия сіздің балаңызға шипажай тиесілі деп тапса, оны түзету жасап, ИПР-ыңызға қосып береді. Шипажай туралы шешімдер Еңбек және әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылдың 30 маусымдағы номер 283 бұйрығына сай шығарылады. Мен бұл бұйрықтан қандай диагноздарға шипажай тиесілі екендігін таба алмадым, бірақ басқа сайттан шипажай тиесілі диагноздар тізімін тауып, ссылка жасап, описаниеға қойдым. Бұл ескі бұйрық, дегенмен де диагноздар тізімінде аса өзгеріс жоқ. Сондықтан осы жерден қандай диагноздарға шипажай тиесілі соны қарасаңыздар болады. Сонымен қатар қандай диагноздарға шипажай берілмейді, қандай противопоказаниялар бар шипажай алуға, сол да көрсетілген. Енді шипажайдың айналасына саяхат жасайық. Шипажайдың айналасында түрлі базарлар, дүкендер, кофейня бар. Сонымен қатар футбол ойнайтын алаң да бар екен. Ең бастысы, айналаның барлығы жап-жасыл, серуендеуге қолайлы, таза ауа. Сіздерге тағы бір маңызды ақпаратты айтуға ұмытып барам. Бұл шипажайда менің балам сияқты кішкентай балаларға ешқандай ем-шара түрі жоқ. Көптеген ем-шара түрлері 10 жастан асқан балаларға арналған. Ондай жағдайда баланың асыраушысы ретінде ата-анасы бірге шипажайдан ем-шара қабылдай алады. Яғни сіз жолдасыңызбен бірге келіп, осы ем-шараларды ала аласыз. Және бұл өте дұрыс деп ойлаймын, себебі мүгедектігі бар баланы тәрбиелеуде ата-ананың екеуі де үлес қосады. Бұл мемлекет тарапынан ата-аналарға жасалып жатқан қолдау. Сіздерге шипажай туралы барлық ақпаратты бердім деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қолдап кетіңіздер. Және осы видеоны диагнозы бар балалардың ата-аналарына жіберіп қойыңыздар. Мүмкін оларға шипажай алуға септігіңіз тиіп қалар. Келесі видеоларда кездескенше.